Мектеп адам өмірінен ойып тұрып орын алар қасиетті орын. Мектеп кішкентай бүлдіршінді алға қояр мақсаты бар тұлға етіп шығарады. Сондай қасиетті орынның бірі менің алтын ұям 14-ші мектеп. Мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап бүгінгі күнге дейінгі кездер үшін мектепке алғыстан басқа айтарым жоқ. Балалықтың бал дәмін осы жерден сезіндім. Әр күнім екіншісіне ұқсамайтын қызықты, әрі көңілді өткен есіме алып, бір сәт ерекше тебіренемін. Мектептегі кез келген іс-шара, концерттер өзінше ерекше еді. Маған ең қатты ұнайтыны жұлдызды қонақтармен кездесу. Әр кездесуден кейін мен өзіме өмірдің жаңа бір қырын ашатынмын. Ал концерттерде өнер көрсету тіптен бөлек. Бірақ бұның бәрі менің тұлға болып қалыптасуыма үлкен көмегін берген анық. Ең бірінші рет сахнаға шығарда апайымның қолын жібермей қорқып, сол кісі жетелеп сахнаға шығарған еді. Ары қарай әртүрлі жыр байқаулары, мектепшілік кішігірім спектакльдерде әртүрлі рөлдерді сомдап, ұстаздарымның жылы лебізіне бөленіп мәз болатынмын. Маған өзімнен бұрын мектебімнің сенім артуы біраз белесті бағындыруыма себепші болды. Сол кісілердің қолдауының арқасында республикалық елбасы медалі иегері атандым. Аудандық, тағы да басқа жарыстардан жүлделі келдім. Міне, осылай 11 жылда өте шыққанын аңғармаппыз. Қоштасар сәт жақындаған сайын мектебіме деген қимастық басылар емес. Мектебіме, ұстаздарыма басымды иіп алғыс айтамын. Біздің ыстық ұямыз одан әрі көркейіп, тек жақсы жақтан көрінсін. Жүрегімнен ойып тұрып орын алған естеліктер үшін сені ешқашан ұмытпаймын, алтын ұям.